Омикрон адам өлтірмейді. Онда неге Қытайда адам өлтірмейді? Омикрон ақ-өкпе қылмайды. Неге Қытайлар ақ-өкпе болып жатыр? Бұны дүние жүзі білмейді. Бірақ дәл осындай сәтте енді Қытай шекараны ашты. Қытай шекараны ашты. Дүние жүзіне енді бір үлкен ауру тарау. Өте үлкен ауру тарау. Сондықтан мен қазақтарға айтамын. 2019 жылдың қазан айынан бастап мен Қытайда ауру тараған туралы бейресми ақпараттар таратып отырмын. Себебі ол кезде провинциялық бақылаудамын. Ол кезде өзімнің жақын жолдастарыма, сөзімді тыңдайтын, мені сыйлайтын, менімен сөйлесіп тұратын адамдарға Қытайда сұмдық ауру тарап жатыр деп 2019-дың қазан айынан бастап дабыл қақтым. 2020 жылдың қаңтарының 1-ші күні провинциялық бақылауым аяқтай салған күннің ертесі Қытайда сұмдық ауру тарады деп 3 минуттық видеоны салдым. Қытайда сұмдық ауру тарады деген YouTube арнамызда тұр. Астындағы датасына қарасаңыз 2020 жылы қаңтардың 2-ші күні деп тұрады. 2020 жылы қаңтардың 2-ші күні деп тұрады. Мен оны қаңтардың 1 күні түсіргенмін. Сөйтіп, ауру 2020-ның наурызында тарады. Мен 2020-ның қаңтар, яғни януардың 1-ші күні видео таратып, Қытайда сұмдық ауру тарады, Қытаймен шекараны жабу керек, бүкіл байланысты үзу керек, Қытайдан келетіндерді карантинде жабу керек, абайлау керек, сақтану керек. Қытайдағы қазақтың кәсіпкерлерін, студенттерін елге қайтару керек, денсаулығын тексеру керек дедім. Тыңдаған ел болған жоқ. Билік құлақ аспады. Ең соңында Қытайда бүкіл ауру сұмдық әлемдік деңгейге жеткенде Қазақстан қынадай қырылып қалды. Қазақтың парақор жүйесі температура түсіретін парацетамолдың өзін қол жетпес алтынға айналдырып қойды. Температура түсіретін дәрі жоқ. Өкпені жасанды жолмен тыныстандыратын аппарат жоқ. Қызу түсіретін дәрі жоқ. Антибиотик жоқ. Міне, содан қаншама қазақ қырылып қалды. Енді қазір Қытайда дәл осы жағдай. Дәрі жоқ. Температура түсіретін жоқ. Қақырық түсіретін жоқ. Өкпені қуаттандыратын жоқ. Тыныс жолын ақаусыздандыратын дәрі жоқ. Міне, Қытайдың дәрісі жоқ. Енді осыдан бір қауіп туады. Қазақстанда не бір жалдап саудагер бар. Басы Назарбаев әулетінен қазіргі Тоқаевшылдарға дейін. Бірақ күнде Қазақстанда дәрі қалмай, Қытай жөткеуі мүмкін бәріне. Қытай асырып. Біздегілер Қытай шешеңді өлтіріп етін әкеп бер десе, етін етше, сүйегін сүйекші апарып береді. Қытай құлдар ғой. Енді қазақ қайтесің. Мына біздің сұмырай сатқын билік Қытай дәрі керек десе, дәріс апарады. Немесе ақша жасау үшін апарады. Немесе тегін тонналап апарып ойбай, Қытай сен аман қалшы деу. Енді қазақ сен қайтесің. 2020-ның наурызындағы сұмдық жағдай бастан өткіздіңдер ме? Өткіздіңдер. Көрдіңдер ме? Енді не істейсіңдер? Енді сақтанасыңдар. Қазақстан өкіметіне сенім жоқ. Қазақстан билігі сендерге дәрі-дәрмекпен қамдауға ешқандай кепілдік бере алмайды. Сенім жоқ. Сатқын өкімет, нашар өкімет, іріп шіріген өкімет. Тіпті соны бір Қытайдың алпауыты келіп, жаңағы тонналап вагонда бүкіл Қазақстанда бір қап дәрі қалдырмай, бір тал дәрі қалдырмай Қытай асырып жіберсе, біздің сұмырайлар деп отыру мүмкін. Неге? Ұры ғой, ол анан ұрлап жатыр, мынан ұрлап жатыр. Ол мемлекеттің, халықтың амандығын ойлап тұрған бірі жоқ. Сондықтан сақтық ретінде кеше осыдан 15 сағат бұрын дәрі-дәрмекті сақтыққа алып қойыңдар деп дабыл қаққаным сол. Дабыл қақтық. Сақтық үшін. 2020 жыл ауру тарағанда 2020-ның януарының 1-ші күні Қытайда сұмдық ауру тарады деп YouTube каналға салдық. YouTube'тен іздеңіздер, Міне, қанша ай бұрын дабыл қақтым. Қазақстан бойынша 1-ші болып дабыл қағушымын. Сол сөзімді естігендер аман қалды. Аман қалды.
Астық салыңдар, мына сұмырайлар астықты қолдан қымбаттатады дедім. Білген жігіттердің алды 5 тонна, арты 1 тонна ұн күріш алып қойыпты. Артынан рахметтерін айтып жатты. Неге? Астықтың бағасын қолдан өсіріп жүрді. Аналар айтады, кеше біздің алған 2 тонна ұнымыз дейді. Енді қазір соның ақшасына дейді 2 тоннаға, қазір жарты тоннаға да жаңағы жете алмай қалды. 1 тоннаға да жете алмайтын ұн алатын болды дейді. Біз ұп-ұқсас ақшамен дейді, бәрібір банкте тұрған ақшамызбен 2 тонна ұн алып қойдық дейді. Көп пайда таптық дейді. Неге? Әулеті көп, бала шағасы көп. Баға өсіп кетті. Бағаны тұрақтандырмайды. Карантиннің кезінде бәрі өсті ғой. Дәрі жоқ. Азық-түлік қымбат болды. Азық-түлік жеткізбейді. Көкөніс жетпейді. Сол кезде мен айттым. Ойбай, бәрін шірімейтін, бұзылмайтын азық-түліктің бәрін запасқа алып қойыңдар деді. Қазірде де сол. Мына сұмырайлар оны тағы істету мүмкін. Неге? Қытайда міне ақпан қалай келеді? Қытайда көктем келеді. Егістік басталады. Ал Қытайын қазір қырылып жатыр. Ал егістікте егін егілмесе, Қытайда азық-түлік тапшылығы туады. Миллиард Қытай, әрине, қазірге дейін өзін-өзі қамдамайды. Шетелден азық-түлік алады. Бірақ соның өзінде өзінің еккен азық-түлігі өзін мәлім деңгейде қамдайды. Қытайдың 0,1%-ның өзі Қазақстаннан көп, білесіздер. Енді Қытайда азық-түлік тапшылығы туса, біздің сұмырайлардың Қазақстанның бір түйір бидай күрішін қалдырмай Қытайға өткізе салатынына күдік келтірмеңіздер. Біздегі сұмырайларға бәрі бір. Халық қаншалықты деңгейде қиналып, халық қаншалықты деңгейде жоқшылықта, аштықта қиналып, бірінің етін бірі жеп, бірін-бірі ұралап, сөйтіп, осы аласапырандықта өмір сүрсе, біздің билікке сол керек. Біздің билікке қазақтың қарынның тойғаны, қарынның тоқ, көйлегінің көк болғаны керек емес. Жоқшылықта есеңгіреп, бірінің етін бір жұлып жеген қазақ керек. Сондықтан 2020-да ауыр індет келгенде енді азық-түлік қымбаттайды мына сұмырайлар азық-түлікті қымбаттатады деді. Азық-түлікті алып қалғандар рахметін айтты. Неге? Шынында қымбаттады. Мен тіпті аштық келуі мүмкін дедім. Құдайға шүкір, аштық келген жоқ. Бірақ бәрібір қазір дүние жүзі бойынша аштық дабылы қағылып жатыр. Өткенде ғана Америкада бұл туралы үлкен жиналыс болды. Дүние жүзінде аштық дабылы қағылып жатыр. Неге? Аурудан бүкіл өндірістік байланыстар үзілген. Аурудың кесірінен. Оған мынау соғыс, оған мынау энергияның қымбаттауы, газдың қымбаттауы, мұнайдың қымбаттауы келе жатыр. Яғни дүние бір аласапыран астан кестеңдікке бара жатыр. Оны мен айтқаннан емес. Мына қазақтар тағы бір сұмырай әдет бар. Аузыңа жылан жұмыртқаласын дейді. Жылан жұмыртқаласын деме, аузыңа жылан. Динозавр жұмыртқаласын десең де сақтанбасаң болмайды.